Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз жаз мезгіліне арналған балаларымызға шорты тігіп үйренетін боламыз. 100% хлопок сатин матасынан. Мінекей қараңыздар, дәл қазір мен сатин матамды осылайынан бетіне бетін қаратып, екіге бүктеп алдым мінекей достар. Өте оңай пішіледі, бірден матаға пішсеңіздер болады. Тек мен қазір көрсеткен формулаларды қарап, үйреніп алсаңыздар, қолдарыңыз жаттығып, бірден матаға пішетін боласыздар. Бізге бірақ өлшем керек достар, баланың белінің өлшемі керек. Менің жағдайымда белінің өлшемі 57 см достар. Сіздердің жағдайларыңызда өз өлшемдеріңізді аласыздар. Мен қазір формуланы айтқан кезде достар, үйреншікті термин белінің жарты өлшемін полуахват талия деп айтатын боламын. Солайынан белгілеп жазамын. Енді ол үйреніп қалған термин болғандықтан өзіме солай ыңғайлырақ. Ал енді соның жарты өлшемін табу үшін, полуахват талияды табу үшін 57 сантиметрді бөлеміз 2-ге. Сонда 28,100-ден 10-нан 5 шығады. Кешіріңіздер, 10-нан 5 шығады достар. Енді осыны біз келесі формулаға енгіземіз. Полуахват талия қосу 5 сантиметр. Яғни 28,10-нан 5-ге қосамыз 5 сантиметрді. Сонда 33,10-нан 5 сантиметр шығады достар. Мінекей, бұл бізде келесі формула. Енді осы 33,10-нан 5-ті матамызға өлшеп аламыз достар. Мінекей, осы жерге қазір 33,10-нан 5-ті сызып аламыз. Мінекей, 33,10-нан 5-ті сызып алдық. Келесі кезекте келесі формуламызды табамыз достар. Полуахват талияды бөлеміз 2-ге, қосамыз 1 сантиметрді. Сонда 28,10-нан 5-ті 2-ге бөліп 1-ді қосқан кезде 17,25 сантиметр шығады менде. Сіздердің жағдайларыңызда өз өлшемдеріңіз шығады. Осы 17,25-ті осы сызықтың бойына белгілеп аламыз. 17,75 белгілеп алдық. Келесі кезекте, келесі формуламен табамыз. Полуахват талияды бөлеміз 2-ге, қосамыз 5 сантиметрді. 28,10-нан 5-ті бөлеміз 2-ге, қосамыз 5-ті. Менің жағдайымда 19,25 сантиметр шығады. Енді осы өлшемді төмен қартай саламыз достар. 19,25-ті қазір осы жерге саламыз. Сызып алдық. Дәл осы өлшемді екінші жағына да қайталаймыз достар. 19,25-ті. түсіріп алдық. Дәл осы жерде осылай сызықпен белгілеп алыңыздар. Енді осы нүктенің бойымен біз шортымыздың ұзындығын саламыз. Сіздер өздеріңіздің қалаған ұзындықтарыңызды түсіре аласыздар. Мен осы жерде 10 сантиметр түсіремін. Мына жерге 10 сантиметрді белгілеп кетемін қазір. Дәл 10 сантиметрді келесі беттен де қайталаймыз. Мінекей 10 сантиметрді салып алдық. Енді осыны біріне бірін қосамыз. Мінекей достар, тік төртбұрышымыз шықты. Енді келесі кезекте біз алдыңғы бойынан табамыз. Енді оны табу үшін полуахват талияды бөлеміз 10 сантиметрге. Сонда 28,10-нан 5-ті 10-ға бөлгенде 2,85 сантиметр шығады. Енді осыны алға қартай сызып аламыз. 2,25-ті. Осы жерге белгілеп алдық. Енді келесі формуланы табамыз. 2,85 сантиметрімізді осыны бөлеміз 2-ге,
қосамыз 0,5-ті. Сонда менде 1,925 шығады. Мен оның 1,9 деп алып, осы жерге белгілеймін. 1,9 деп. Мінекей таптық. Енді осы екі нүктені қосамыз. Қосып алдық. Енді артқы бойды табамыз, достар. Ол үшін пол обхват талиді бөлеміз 5 сантиметрге. Сонда 28,5-ті 5-ке бөлгенде 5,17-ні береді. Енді осы жерге 5,17-ні белгілеп аламыз. 5,17. Так, ендігі кезекте біз астыңғы бойын табамыз. Ол үшін мінекей осы 5,17-ні бөлеміз 2-ге, қосамыз 0,15-ті. Дәл осы астын тапқанда мінекей, дәл сол формулаға енгіземіз. Сонда менің жағдайымда 3,35 шықты. Енді осыны белгілеп аламыз. Так, мінекей осы жерге 3,35-ті белгілеп аламыз, достар. Енді, достар, осы жерден астына 1 сантиметр түсіріп белгілеп аласыздар. Мінекей, бұл стандарт 1 сантиметр бұл жерге. Кез келген шортыйда осылайынан 1 сантиметр түсіресіздер. Енді осыны біріне бірін қосамыз, осы 1 сантиметрге апарып қосамыз. Мінекей. Келесі кезекте, достар, енді біз пол обхват тали, бұл соңғы формула, осыны 10-ға бөлеміз. 2,8 шығады. Енді осы 2,8-ді дәл осы жерден белгілеп аламыз. Нүкте қойып белгілеп алдық. Енді осы нүктемен астына түсірілген бір нүктесін қосамыз. Оны қазір осылайынан астына түсіріп аламыз. Плавно қосуымыз қажет бұны. Қазір, достар, мынаны осылайынан алып, осылайынан әкетеміз плавно. Сонда бізге артқы бой шықты. Енді алдыңғы бойды дәл солай осылайынан плавно әкеп айналдырып аламыз да, келесі нүктемен қосамыз. Қосып алдық. Енді біз 17,15 осы жерге белгілеп алдық қой, біз 175-ті. Енді соған осы жерден 1,5 сантиметр көтереміз, достар. Бұл бізде стандарт 1,5 сантиметрге көтересіздер де осы нүктемен қосасыздар. Мінекей, бар болғаны осы мел үтіктелгенде кетеді. Енді осыны пішіп аламыз. Мінекей, достар, шортойымызды қиып алдық. Енді тігін машинамызға барып, осыларды тігетін боламыз. Мінекей, астыңғы бөліктерін, осы екі бөлігін тігіп аламыз. Ал ендеше тігуге барайық. Ал мінекей, достар, матамызды алып, бір-біріне бетін қаратып, астыңғы бөліктерін осылайынан қосып аламыз. Оны түйреп, қазір оверлокқа саламыз, достар. Егер оверлоктарыңыз болмаса, тігін машинадағы зигзагпен тіксеңіздер болады, сөгілмейді бұл мата. Шетін зигзагтап өтсеңіздер болады. Мен қазір оверлокқа саламын. Екіншісінде тігіп кетеміз. Мінекей, достар, тігіп алдық. Енді келесі кезекте осы матамыздың біреуін аударамыз бергі бетіне. Аударғаннан кейін, мінекей, келесі екінші деталіміз аударылған жоқ қой, соны ішіне кіргіземіз осылайынан. Мінекей, былайынан бетіне бетін қаратып, ішіне орналастырып аламыз. Бір-біріне айқасып тұрған жерлерін белгілеп аламыз міндетті түрде. Мінекей,
Содан соң мінекей бұл шабы деп айтамыз ғой, соны осылайынан түйреп шығып аламыз да осыны оверлоктаймыз. Мінекей достар, түйреп алдық, енді осыны тігіп аламыз. Мінекей тігіп алдық, енді осыны бетіне бетін қаратамыз. Мінекей болып қалдық шамалы. Енді достар, екі балағында, мінекей осы екі балақты қазір бірден осы жерде оверлоктап аламыз. Мінекей достар, болдық. Екі балағында оверлоктап алдық. Алдына артық жіптерді достар түйін десеңіздер болады, немесе осы оверлокталған жерге инемен кіргізіп жіберсеңіздер болады. Мен түйіндеп қиып алып тастаймын бұларды. Ал мінекей достар, енді тек белін ғана оверлоктау ғана қалды. Осыны оверлоктап аламыз қазір белін. Мінекей достар, шортайымызды аяқтап қалдық, шамалы қалды. Енді біз балақтарын 1 немесе 1,5 сантиметрге қайырып, тігіп шығамыз. Екі балағында дәл солай. Содан кейін беліне резинка орнататын боламыз. Оны қалай орнатамыз? Менің жағдайымда резинка мінекей 2 сантиметр. Ал үстін мен 2,5 не 2,7 сантиметрге қайырып, айналдыра тігіп шығамын. Тек артқы бөлігінде шамалы орын қалдырамын резинканы өткізу үшін. Енді осы қалған соңғы жұмыстарымызды аяқтайық. Мінекей достар, екі балағын аяқтадық. Бұны қазір үтіктеп аламыз. Әзірге белін 2,5-2,7 сантиметрге қайырамын. Мінекей қазір 3 сантиметрге де қайырсам болады. Осыны белгілеп аламыз қазір. Міндетті түрде закрепка жасаймыз. Мінекей белін тігіп алдық достар. Енді шортайымызды жақсылап тіккен тігістерімізді үтіктеп резинкасын орнатамыз. Ал мінекей достар, жарты сағат көлемінде баламызға осындай керемет жаздық шорты тігіп алдық сатин матасынан. Енді достар, сәндік ретінде кез келген гүл болсын, қандай да бір аксессуар болсын, алып тігіп сәндесеңіздер болады шортыларыңызды. Мен осы жерде осындай бабочка жасап алдым мінекей. Енді осыны алдына орнатамын. Ал мінекей достар, 100% шортымызды аяқтадық, сәндедік. Білім пайдалы болсын, ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабағымызда дәл осы шортыға комплект етіп, баланың басына косынка тігіп үйренетін боламыз. Келесі сабақта кездескенше достар.